Педагогтар бас қосты. Бұл жылы аймақ ұстаздары ашық диалог алаңында жиналды. Басты мақсаттары біліктілігін арттырып, өзара тәжірибе алмасу. Сондықтан бұл іс-шарадан облыстық, республикалық, тіпті халықаралық деңгейде үздік деп танылған мұғалімдер де арнайы шақырылды. Әріптесім тарқатсын. Жамбыл облысы педагогтары жоғары инновациялық тәсілдерді меңгеріп, идеяларды іс жүзінде жүзеге асырып жүрген мамандар көп. Солардың бірі Дарын мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Базарбай Дүйсенбаев. Ең алғаш 2012 жылы үздік педагог мәртебесін алған. Бүгін әріптестеріне білім беру саласындағы жаңа бағдарламасын дайындап, ұсыныстарын алып келген. Енді мен осы үздік педагог атағын тұңғыш рет иегерімін Жамбыл облысы бойынша. Енді менің шығармашылық өнімімде бұл үлкен мотивация болды. Мен шынымды айтайын, шындап келген кезде мұның алдында мен мұғалім болып бастадым. Одан кейін мен аудандық мәслихатқа депутат ретінде таластым. Мәдениет саласында, мемлекеттік қызмет саласында істедім, спорт саласында, мектепте 5-6 жыл, 7 жыл директордың оқушы ғылыми істер жөніндегі орынбасары болдым. Ал 2012-ден бастап мен таза осы атақ мені таза білім саласына мектепке бұрды. Жас мамандардың кәсіби құзыреттілігін арттыру, шеберлігін ұштастыру бағытында көптеген ұсыныстар айтылды. Жиналған әдебиет, шығарма, көзқарас тақырыбында ерекше екпін берді. Өйткені бүгінгі оқушылар көркем әдебиетке қызықтыра отырып, кітап оқуға баулу мәселесі өзекті болып тұр. Қазақ әдебиетін оқытуда көркем шығарманың мәні аса зор. Оқушының талғамын, көркемдік танымын, ой сезім байлығын дамытуда поэзиялық және прозалық шығарманың көркемдік эстетикалық қасиеттерін танытып түсіндіру мақсатында әдебиет шығарма көзқарас бағдарламасы оқырманның рухани сұранысын қанағаттандыратын бірегей жоба деп айтуға болады. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы, қай салада болмасын ашық алаңдар мамандардың дамуына септігін тигізеді. Сондықтан 90-ға жуық ұстаздың басын қосқан бұл шараны әлі жандандыру мен ауқымын кеңейту жайы де қозғалды. Нұрғиса Қыржаубай, Нұртай Ыбырай, Нұрбол Қыстаубек, Аймақ.